Құрметті әріптестер, достар, сіздерге бүгін кез келген мәліметті осылайша диаграмма түрінде қалай көрсетуге болады деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Қандай оңай түрі бар? Ол үшін өзіме қажетті ақпаратты кесте түрінде осылай жазып алып, оны көшіріп, мысалы 3 баған міне жерде тұр, өздеріңізге лайықтап осылай қажетті ақпаратты, мысалы 6 бағанға дейін қажет болса, соны диаграммасын түсіргім келсе, мен соны көшіріп, копировать етіп, міне Excel программасын ашамын, осы жерге қоям. Менде жаңа 3 баған болды және 7 қатар болды. 3. Енді ставкаға барып, мен түсірем. Қажетті мәліметіміз түсті. Енді осыны диаграммаға қалай түсірем? Ол үшін осы қарайған күйінше тұру керек. Одан кейін ставкаға барып, осы жерде диаграмма түрлерін таңдаймыз. Мына жерде тұр. Дайын диаграмма түрлері тұр. Міне осының кез келгенін пайдалануымызға болады. Мысалы, гистограмма дегенді басатын болсақ, міне қай түрі ұнайды өзіңізге, қай түрін қойғыңыз келеді, соны таңдап аласыз. Міне осылайша жылдам түрде тез мәліметіміз шыға келді, өзімізге қажетті. Енді осыны бізде білім сапасы жанында тұр. Егерде осыны әрқайсының тұсына қойғымыз келсе, қажет болып тұрса, осылай басып, добавить подпись данных деген тұр. Осыны бассақ, міне бізге осы цифрлар әрқайсының тұсынан көрінді. Міне осыны өздеріңізге, осы мәліметті өздеріңізге көшіріп, кез келген орынға барып қоясыз. Дайын мәлімет сізге. Осылайша кез келген өзіңізге қажетті ақпараттарды мониторинг осылай түсіруге болады. Бүгінгі видеом пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, алдағы уақытта өздеріңізге қажетті ақпараттарды бірден көре аласыз. Қоңыраушаны басып кетсеңіз.